осыны таңдап аламыз. Сосын қалағанша, мысалы, суреттерді Google'дан түсіріп алсаңыздар болады. Өстіп экранның бетіне дайындап аламыз. Сосын силоға кіріп, жаңа өзіңіздің қалаған открыть дегенге кіріп, қалаған суретіңізді, түсіріп алған суреттеріңізді таңдап алыңыз. Біз күлімде бұл сүннет дегенді окей деп таңдаймыз. Енді мынаны блокнотыңызды өлшеп алдыңыз. Размері қанша дедік? 10 сантиметр деп таңдадық. Мынаны былай үлкейтіп, кішірейтіп, размерін таңдауға болады. Біз онда 100 милли ғып таңдаймыз. Сосын мына ширинасы 4/8, 48 автоматты түрде. Енді оны соссаңыздар өз еркілеріңізде. Онда шрифттер өзгеріп кетеді. Енді осыны копия жасасаңыздар да болады. Не жерден копия жасасаңыздар да болады, копировать етеді деп. Ал енді ең оңай жолы өйтіп не етпеңіз, Ctrl C деп, Ctrl V деп немесеңіздер, мына копия неме етеді. Ctrl C болса не болады? Копировать етеді. Сосын Ctrl V десеңіздер, вставить етеді. Мынау кружкаға таңдау үшін, мысалы, оны размерінде таңдайсыздар. Жетінші, 5, 6. Жетіп қайыркен олмыш. Осын енді правитқа жібереміз. Кеспей тұрып, тағы да бір ескеретін жайт, осы жерден біз қағаздың түрін талдаймыз. Бұл жерде біз сол түрін талдағаннан кейін барып өз автомат пышақтың күшін, жылдамдығын, барлығын өз автомат теңдеп береді. Енді осыны теңдеп болғаннан кейін барып тестке жібереміз. Тесттен жасап аламыз, көреміз қалай болады екен. Оракл бет жағына қарайды. Бет жағына қарап, мынаны шетін, осына бұрышын мынамен тең қыласыз. Мына жағын роликтарды мына жерге қыласыз. Сосын мына кнопканы басамыз, кіргізу деген. Автоматты түрде өзі кіріледі. Сосын Плотеріміз жалған тұр деген сөз. Егерде готовый деп тұр. Егерде жалғанбаған жағдайда мына жерден Windows-ға, компьютерге жалғауға болады. Мысалы, біздікі уже дайын тұр деген сөз. Готовый деп тұрады. Егерде дайын болмаса, мына жерде өзі басқаша жазылып тұрады. Енді мына жерде тестқа жібереміз обязательно бірінші. Тесттен қалай қиылып тұр, соны тексереміз. Енді ана жаққа тестқа жіберілді. Егер тесттен кесілмеген жағдайда пышақтың күшін болмаса, жылдамдығын өзгертіп, тағы да сынап көретін боламыз. Солай дұрыс кескенше тест жасап тұрамыз. Нормай алынып тұр екен. Соны осы немемен жібереміз. Тестқа осы нормай болса, қайта теңдеп аламыз, өлшелеп. Қайта мынаны басып кіргіземіз. Тан өткен соң отправитқа жібереміз. Сосын мынаны тағы да отправить дейміз. Енді ана жақтан сосын осы кнопканы басып шығарып аламыз. Қалай болыпты? Енді осыны алып тазалаймыз. Тазалағанда қайшымыздың көмегімен дайын шығарғанымызды қиып аламыз. Осының бір үшін тауып аламыз. Бір шетін ашқаннан кейін жайлап ашып көреміз. Егер жақсы кесілген болса, осылай суреті принті қағазда қалады да,
оракл жайлап алынатын болады. Және осындай нәзік тұстарын, әріптердің арасын, оюлардың іштерін, керек емес жерлерді осылай иненің көмегімен жеке-жеке тазалап шығатын боламыз.